Саламатсыздар ма балалар? Ана тілі сабағының 3-ші сабағына қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін зерек балалар деген атау беремін. Бүгінгі тақырып дыбыстар мен әріптер. Ендеше бірінші жаттығуға мән берейік. Суретке қара, айналамыздан қандай дыбыстарды естуге болатынын айт. Қандай дыбыстар деп ойлайсыңдар балалар? Иә, дұрыс айтасыңдар. Бұл жерде сықырлаған аяздың, ана тілі сабағының 3-ші сабағына қош келдіңдер. Ана тілі сабағының Ана тілі сабағының 3-ші сабағына қош келдіңдер. Бүгін мен сендерге зерек балалар деген атау беретін боламын. Бүгінгі тақырып дыбыстар мен әріптер. Бірінші жаттығу, суретке қара, айналамыздан қандай дыбыстарды естуге болады? Қарғаның қаңқылдаған дауысын, сақырлаған сарыаязды және балалардың конькиінің дыбысын, мұздың шықырлаған дыбысын, көшеде өтіп бара жатқан машиналардың гүрілін естуге болады. Ана тұста ұшақтың ұшып бара жатқан дыбысын естуге болады. Жарайсыңдар. Екінші жаттығу, мәтінді тыңда. Мәтінді тыңдап болсаңыздар, қоршаған ортада түрлі дыбыстар естіледі. Судың сылдырын, құстың сайрағанын, ұшақтың гүрілін естиміз. Ал тіл дыбыстары мен бұл дыбыстар өзгеше. Тіл дыбыстары арқылы біз сөйлейміз, ойымызды жеткіземіз. Тіл дыбыстарының басқа дыбыстардан өзгешелігі неде? Дұрыс айтасыңдар балалар. Тіл дыбыстары арқылы адам сөйлей алады, оны көрсете алады. Мысалы, су, тіл, құс сөздеріндегі дыбыстардың орнын ауыстырып айтып көрейік. Сөз мағынасын түсіндің бе балалар? Жарайсыңдар. Зерек балалар екенсіңдер. Ендеше дыбыс туралы бірнеше ақпараттарға мән берейік. Бірінші, біз дыбысты айтамыз. Екінші, дыбысты естиміз. Ол дыбысты жазуға болады. Және әріппен таңбаланады тіл дыбыстары. Одан кейін оны біз көре аламыз, балалар. Осындай 5 айырмашылықты айтуға болады. Үшінші жаттығу, сөздерді көшіріп жаз. Балалар, дәптерлеріңді алып, әдемі, көркем жазу ретінде жазыңдар. Ай, ине, бота, лақ, торғай, қарға, қарбыз, мектеп, көше, ауыл, қала. Жаздыңдар ма? Жарайсыңдар. Жазған болсаңдар, менің каналыма тіркеліп қойыңдар. Себебі мен әрқашан сендерге қажетті сабақтарды каналға шығарып отырамын. Ата-аналарың да көреді, сендер де көресіңдер. Сөздер неден құралған? Берілген сөздерде неше әріп, неше дыбыс бар. Көшіріп жазған сөздеріңнің ішінен бірнешеуін таңдап жазыңдар. Мен сендерге арнайы үлгі ретінде екеуін көрсетіп қойдым. Ай, 2 әріп, 2 дыбыстан тұрады. Бір дауысты А дыбысы, И дыбысы дауыссыз дыбыс. Біз әліппеде өттік қой. Одан кейін бота сөзі 4 әріптен, 4 дыбыстан құралады. 2 дауысты дыбыс бар, О және А. 2 дауыссыз қандай? Дұрыс айтасыңдар, Б және Т әріптері.